Көпшілігі айту мүмкін, жақсы сапалы видео түсіру үшін жақсы қымбат камера керек деп. Алайда бұл қате пікір деп ойлаймын. Иә, қымбат камера арқылы сіз жақсы картинка жасай алатын шығарсыз, бірақ сізде тәжірибе болмаса, сізді кино камерада құтқара алмайды. Қымбат камера алмастан бұрын бірінші қолыңыздағы телефонмен жақсы түсіруді үйреніп алыңыз. Солай сізде съемка туралы кішкене болсын база пайда болады. Қазір бір жақсысы, барлық смартфон телефондардың камерасының сапасы өте жақсы. Сіздер сол телефондар арқылы шағын оператор, режиссер, монтажер бола аласыздар. Ең бастысы, айтқанымдай тәжірибе керек. Ал тәжірибені алу үшін оқу керек және көру керек. Қолыңыздағы телефонды алыңыз, қалаңыздағы паркқа шығыңыз және айналаны түсіріп көріңіз. Менде көріп отырғандарыңыздай телефон арқылы түсірген видеоларымды көрсетіп отырмын. Көп түсірген сайын сізде шамалы тәжірибе шыға бастайды. Сонымен қатар YouTube'тан да үйренуді ұсынамын. Біреудің видеосында қандай кадрлар әдемі, соларды қайталап түсіріп көруге тырысыңыз. Цветокоррекция жасап үйреніңіздер. Солай сіз картинкаңызды тірілте аласыз, жетіспей тұрған түстерді бере аласыз. Мобилография курсын өтіп көріңіз. Ода сізге телефонмен әдемі сапалы түсіру жолдарын үйретеді. Мысалы, мына видеоны көріңіз. Бұл видео толықтай телефонмен түсірілген. Алайда басында мен көргенде сапалы камерамен түсірілген деп ойладым. Неге мына видео қымбат камерамен түсірілген сияқты көрінеді? Өйткені айтқанымдай, қолыңыз жақсы жерден шықса, сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Ең бастысы оқу керек, үйрену керек және көру керек.